Төртіншілік аммоний тұздары жүйке жүйесіне әсер етуші маңызды биологиялық молекулалар. Ацетилхолин жүйке жүйесінің бойымен өтетін импульстардың таралуына атсалысады. Тобакорарин Оңтүстік Америка үндістерінің аңшылық кезінде жебеушіні жағу үшін тропикалық өсімдіктерден алатын аса қауіпті уы корареның белсенді ингредиенті болып табылады. Кораре жүйке жүйесін айтарлықтай зақымдап, кеуде бұлшық еттерін босаңсытады да, нәтижесінде зақымдалушы тұншығы бөледі. Декаметони бұлшық етті босаңсытуға арналған маңызды препарат. Алкил радикалдары ұзын болатын синтетикалық төртіншілік тұздар тиімді катиондық беттік белсенді заттарға жатады. Ұзын гидрофобты алкил тізбегі полюсі сұйық майлар мен қатты майларға тартылады. Оң зарядталған азот атомы гидрофилді болады. Төртіншілік аммоний беттік белсенді заттары шашқа арналған кондиционерлерде, эмульгаторларда және статикалық зарядты азайтуға арналған құралдарда пайдаланылады. Сондай-ақ оларды ақаба суларды тазартуда қалқыма бөлшектерді су бетіне шығару мақсатында қолданады. Құрамындағы алкил тобы қысқарақ болатын төртіншілік аммоний тұздары бактерия, саңырауқұлақ және балдырларға қарсы күшті биоциттер болып табылады. Мысалы, олар ауруханаларда қолданылатын залалсыздандырушы сұйықтардың құрамында болады. Көптеген аминдер биохимиялық процестерде маңызды рөл атқарады. Адреналин бүйрек үсті безінен бөлінетін гормон. Адреналин қан қысымын жоғарылатып, жүрек соғысын жиілетеді және өкпе жолдарын кеңейтеді. Адам немесе жануар қандай да қауіпті сезінген кезде қанға адреналин бөлініп, оған шайқасуға не қашуға белгі береді. Көптеген адамдар өз басын қауіпке тігуге құмар, өйткені олар адреналиннің кенеттен бөлінуінен ләззат алады. Америкалық сырғанақтар, банджи джампинг және экстремалды спорт түрлерінің сонша көп адамдарды қызықтыруының себебі де осыдан. Гистамин ағзаның аллергиялық реакцияларына жауап беретін амин түрі. Аллергия аллергендер деп аталатын шаң, тозаң, экзогенді ақуыздар, мысалы жәндіктердің уы, тағы басқа сияқты қарапайым қауіпсіз заттарға организмнің беретін иммундық жауабы. Аллергендермен әсерлесу гистаминнің қарқынды бөлінуіне әкеледі, нәтижесінде ісік пен қышу пайда болады. Сондай-ақ гистамин тыныс алу жолдарындағы бұлшық еттерді қысып, астма деп аталатын демікпе ауруына шалдықтырады. Бір қызығы, астма симптомдарын жеңілдететін қосылыс сальбутамол да амин болып табылады. Құрамындағы азот атомы ароматты сақинаға кіретін гетероциклді ароматты аминдер маңызды биологиялық молекулалар болып табылады. Пурин және пиримидин туындылары нуклеин қышқылдарының негізгі құрылымдық блоктары болып есептеледі. Ал хинолин малярияға қарсы егілетін препарат хининнің құрамдас бөлігі.